Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен дәмі өте күшті болып шығатын муравейник дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және видеомен достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Бұл муравейниктің дайындалу жолы өте оңай. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Әрі дастарханыңыздың да сәнін ашып тұрады. Барлық керекті заттардың құрамын және көлемін төменде описаниеда қалдыратын боламын. Ең алдымен еріп тұрған майымызға қантымызды саламыз және қаймағымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі массаға келгеннен кейін ұнымызды бөліктерге бөле отырып, қосып араластырып отыратын боламыз. Мен ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Ұнымызды осылай бөлікке бөле отырып қосқанда қамыр елу оңайырақ болады. Ең соңында осылай қолымызбен қамырымызды басатын боламыз. Нәтижесінде осындай жұмсақ қамыр шығады. Оны екі бөлікке бөліп, домалақтап, салафанға салып, холодильникке қатқанша қойып қоямыз. Себебі қазір теркадан өткізгенде оңайырақ болу үшін міндетті түрде қатқанын күту керек. Қамырымыз әбден қатқаннан кейін осылай кішкентай бөліктерге бөліп алып, үккіштен өткізетін боламыз. Қалған кішкентай бөліктерді кері холодильникке салып қойыңыз, себебі бөлме температурасында сәл еріп кетсе, үккіштен өткізу қиын болады. Дайын болған муравейниктің қамырын қызып тұрған пеште 200 градуста 15-20 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Дайын болған муравейниктің корждарын сәл үгіп, басқа ыдысқа салып аламыз. Өте қатты майдалаудың қажеті жоқ. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін вареная сгущенка және сары май, одан кейін қант ұнтағы қажет болады. Яғни сахарный пудрының барлығын миксерлеп, осындай дайын крем шығады. Кремімізді муравейниктің корждарын үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Әбден араластырып алғаннан кейін, осындай рюмканың көмегімен муравейниктарды формаға келтіретін боламыз. Сіз өз қалауыңыз бойынша әртүрлі формада жасауыңызға болады. Домалақтап шариктар жасауға болады, немесе осылай рюмканың көмегімен осындай формаларды келтіруге болады, немесе торт жасап тастауыңызға болады. Барлығы өз қалауыңыз бойынша. Сіздермен бірге болған слушаш ас болсын.